Экс-министр Тұрғанбаев ұсталды. Сатыбалдының қайнатасын Интерпол іздеуде. Павлодардағы жер Машкевичтің компаниясына заңсыз өткен. Депутаттардың ашуына теген министр отставкаға кетпек. Жеңіс күніне арналған шеру қайда өтпек? Блогер әйелдерді күйеуі ұрса да шыдауға шақырды. Қайрат Нұртас қайтып не бүлдірді? Сәлем достар, бұл білген дұрыс, және мен Эльвира Иванова. Осы және өзге де жаңалық алда бастамас бұрын каналымызға тіркелуді, осы видеоға лайк басып, жан-жаққа таратып қоюларыңызды сұраймын. Ал енді бастауға болады. Бас прокуратура 2022 жылғы қаңтардағы оқиғаларға байланысты қылмыстық істерді әлі де тергеп жатыр. 29 сәуірде ауыр зардаптарға әкеп соққан билік пен лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланғаны үшін қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128 бабы тәртібінде ішкі істер экс-министрі Ерлан Тұрғанбаев ұсталған. Қылмыстық істе мемлекеттік құпия мәліметтер болуына байланысты сот алды тергеп тексерудің басқа деректері жарияланбайды деп жазылған хабарламада. Бұған дейін бақ беттері мен телеграм арналар ішкі істер министрін басқарған Ерлан Тұрғанбаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалғанын жарыса жаза бастаған болатын. Іс қаңтар оқиғасына қатысты екен айтылды. Анық қанығын уақыт көрсетер. Қаратау уран кенішіндегі ұрлық бойынша сотталушы Бақтияр Байсейітовті іздестіру басталғанына 1,5 жыл өтті. Антикордың айтуынша Қайрат Сатыбалды мен туыстық байланысын пайдалана отырып, ол бақылаудағы Eri Building компаниясының қызметіне лобби жасаған. Сатыбалды мен туыстық демекші Байсейітовтің қызы Назарбаевтың немере інісіне тұрмысқа шыққан екен. Тергеу органы 2022 жылдың қарашасында Қазатомөнеркәсіптің еншілес кәсіпорнындағы шахтадағы миллиондаған ақшаның ұрлануын тергеуді бастады. Рас, ол кезде Байсейітов әзін суытып үлгерді. Мердігер 2019-2021 жылдары Түркістан облысы Созақ ауданындағы Қаратау кенішінде уран өңдеу кәсіпорнын жаңғырту жобасын іске асыру шеңберінде құрылыс монтаждау жұмыстарына бөлінген 862 миллион теңгені жымқырды деп күдіктеліп отыр. Антикор мәліметінше, Eri Building жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қайрат Сатыбалдының туысы Бақтияр Байсейітовтің бақылауындағы компания. Бақтияр Байсейітов 2022 жылдан бері сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін иемдену немесе жымқыру қылмыстық кодекстің бабы бойынша халықаралық іздеуде болған. Сондай-ақ Антикор оның қайда екені туралы ақпарат үшін сыйақы жариялады. 1 жыл бұрын кейбір ақпарат көздері Бақтияр Байсейітов Біріккен Араб Әмірліктеріне қашып кетуі мүмкін деп есептеген. Бірақ кейін бұл ақпарат жоққа шығарылды. Оны әлдеқайда жақынырақ Өзбекстанда болуы мүмкін екені хабарланды. Өйткені Қазақстанның Біріккен Араб Әмірліктерімен қылмыс жасады деген күдікті немесе айыпталушыны өзара экстрадициялау туралы келісімі бар. Бірақ Байсейітов көрші республикада жасырынып жүр деген нұсқа екі талай. Өткен жылдың ақпан айынан бастап Қазақстан мен Өзбекстан сотталғандарды өзара экстрадициялау туралы шартты ратификациялады. Айтпақшы, оның туысы Қайрат Сатыбалды 2022 жылдың наурыз айында шетелге ұшпақ болған жерінде ұсталған болатын. Оның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Сонда Бақтияр мырза шапшаңдылық танытып, «Я уеду жить в Лондон» деп сол жақтарға табан жалтыратып үлгергені ме? Кім білсін енді? Мәдес, басқа не дейміз? ERG компаниясының еншілес мекемесі Павлодар қаласының саябағында заңсыз 2 көп пәтерлі тұрғын үй құрылысын бастамақ болған. Бұл жайлы Павлодар облысының прокуратурасы хабарлады. Ауданы 1,2 гектар металлургтер саябағының жер учаскелері жер және сәулет заңнамасын бұза отырып, Evasion Research Group компанияларының бірі Қазақстан алюминий акционерлік қоғамдығына
тікелей бөлінген делінген хабарламада. Қадағалау актісі бойынша заңсыз рұқсат беру құжаттарының күші жойылған, ал заңсыз алынған жер учаскелері мемлекетке қайтарылып, саябақ аумағы қалпына келтірілген. Ал кінәлі лауазымды тұлғалар қызметінен босатылған. Айта кетейік, ARG феррохром және кобальт өндірісі бойынша әлемдік көшбасшы компания, сондай-ақ Еуразия аймағындағы темір рудасы мен алюминий өнімінің ірі жеткізушілерінің бірі. Топ құрамындағы ең маңызды кәсіпорындар Қазақстанда орналасқан Казхром, Соколов Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі, Қазақстан алюминий, Қазақстан электролиз зауыты, Шұбаркөл көмір, Транском және тағы да басқа компаниялар бар. ARG-дің 27% Александр Машкевич пен Ибрагимовтар отбасының иелігінде екенін ұмытпаған жөн. Лауазымынан босатылған министр Бағдат Мусин әлеуметтік желідегі парақшасында жүрек жарды жазба жариялапты. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің министрі Бағдат Мусин күні кеше президент жарлығымен қызметінен босатылды. Менің отставкаға кеткенім туралы соңғы жаңалықты естіген шығарсыздар. Бірінші кезекте еліміздегі маңызды саланың бірі цифрландыру саласын басқаруды сеніп тапсырған және мүмкіндік берген мемлекет басшысына алғыс айтқым келеді. 2020 жылдан бері көп нәрсе жасалды және әлі де жасалады. Бүгінде Қазақстанды әлемдегі ең дамыған цифрлы елдердің бірі деп айтуға болады. Жалғастырмай, осы жерден тоқтауға болады. Барлығы түсінікті секілді. Менде бірақ сұрақ бар. Сонымен Токионы басы оздық па? Питтест, международный рейтинг, говорит, что Астана поднялась на 35 позиций. То есть мы 35 городов обогнали. Мы сейчас с Токио, мы даже обогнали Токио. Ну, это же не я этот рейтинг формировал. Ал өнеркәсіп министрі әзірге лауазымын босатуға асықпайды. Министр Қанат Шарлапбаев өзін отставкаға кетуді сұраған депутаттардың сынына жауап берді. В данном случае я считаю, что любая критика, которая идет в отношении государственных органов, она должна нормально восприниматься. То есть вот, допустим, к сожалению, я не запомнил полностью имя депутата, но вот депутат, выступавший о развитии человеческого капитала, 100% надо признать, действительно, в моей презентации этого отражено не было. Я не знаю, что этот депутат Базарбек, кажется. Да. Я, честно говоря, не знаю, но он какую работу с инвесторами хоть когда-нибудь проводил, и, если честно, какой у него есть реальный опыт работы с инвесторами. Өкінішке қарай, адами капиталды дамыту туралы айтқан депутаттың аты жөні есімде жоқ дегені қалай кетті? Алып министрліктің басшысы парламент қабырғасындағы депутатты танымай жатса, бұдан қандай түйін шығаруға болады? Ал депутат Бақытжан Базарбекке тоқталсам деп ойын жалғастырды министр. Мысалы, ол инвесторлармен қандай да бір жұмыс істеп көрді ме? Оның осы салада тәжірибесі бар ма? Сондықтан сын орынды және конструктивті болса, онымен жұмыс істеу қажет деді министр. Бұған дейін мәжілістегі үкімет сағатында депутат Бақытжан Базарбек министрдің жұмысына көңілі толмайтынын айғайлап, ашық айтқаны бар. Депутат Мұрат Әбенов те әріптесінің сын ескертпесін қолдады. Депутаттың пікірінше, өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапбаев қызметін лайықты дәрежеде атқара алмаса, отставкаға кетуі керек. Если, господин министр, у вас вообще нервы не выдерживают, ну, не приходите в парламент. Бакытжан Жамбек, можно? Нет, это лично я считаю так. Либо не приходите в парламент. Вы в парламент пришли отчитываться перед депутатами. Әріптесім депутат Базарбек дұрыс айтты. Бүгін не үшін келді министр? Бұл енді есеп беру емес қой. Бүгін министр өзі айтып кетті ғой, жылдың аяғына дейін 1 миллион шина шығарамыз. Мысалы, мен айтар едім, егер шын азамат болсаңыз, енді дәл осылай батыл сөйлеп, жылдың аяғында 1 миллион шина шықпаса, онда отставкаға беріңіз. Бере аласыз ба?
Қазақстанда жеңіс күніне арналған шеру 6 жылдан бері өткізілмейді. Алайда еліміздің тек Байқоңыр қаласында жеңіс шеруі өтеді деп хабарланды. Бұл туралы қала әкімдігінің сайтында жарияланған іс-шараны Ресей Федерациясы қаржыландырады. 3 сәуірде Қорғаныс министрлігі мамыр айындағы мереке күндері Қазақстанда әскери парадтар өткізілмейтінін мәлімдеген болатын. Ведомствоның хабарлауынша Қазақстанда 2024 жылы әскери парад өткізу бюджет қаражатын үнемдеу мақсатында, сондай-ақ басқа да мәселелерді шешу қажеттілігіне байланысты жоспарланбаған. Шешенстан басшысы Рамзан Кадыровтың ұлы 16 жастағы адам жаңа қызметке тағайындалды. Ол Владимир Путин атындағы Ресей арнайы күштер университетінің кураторы болды. Бұл тағайындау туралы Кадыровтың өзі Telegram каналында жариялады. Кадыров ұлының өз міндеттерін өте жақсы атқаратынына сенімді. Ол сондай-ақ бұл шешімнің университет басшысы Бейбетар Байхановтың өтініші бойынша қабылданғанын айтты. Сенеміз. Адам Кадыров атақты университеттің қызметімен жақсы таныс. Ол өзіне жүктелген міндеттерді өте жақсы атқаратынына сенемін деді Рамзан Кадыров. Иә. Айта кетейік, бұл Адам Кадыровтың бірінші қызметі емес. 16 жастағы Кадыров әкесінің қауіпсіздік бөлімінің бастығы және Шейх Мансур батальонының кураторы болған. Танымал блогер, дәрігер Балнұр Қосжанова отбасындағы зорлық тақырыбын қозғап, жұрттың ашуына тиді. Блогер әлеуметтік желідегі парақшасында күйеуін ұрса, шыдағанынша шыда деген пікір айтқан еді. Кеше бір процедура жасаған едім. Содан бетімнің көгергені кетпеген. Менің аудиториям түсінгенімен, сырттан келгендер түсінбей жатыр. Дұрыс, мен сіздерге таяқ деп шыдаңдар деп үгіттеп жатқан жоқпын. Бірақ шыдағанша шыдаңыз. Алланың ең жек көретіні ажырасу. Әйелдің аузынан 5000 сөз шықса, ер адамнан 20 ғана сөз шығады. Сол сөз таусылғанда жұдырығын алып жүгіреді. Ол бекерден бекер ұрмайды ғой. Әр нәрсенің себебі бар деді блогер. Бұл ұстаным қолданушылардың наразылығын тудырды. Желіде туған хейттен кейін Балнұр Қосжанова тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты айтқан өз пікірін өшіріп тастаған көрінеді. Кейін ол жаңа жазба жариялады. Соқ, бәріне шыда, да, конца шыда деген әңгіме айтылған жоқ ол жерде. Егер сенің күйеуің ұрама, оның себебін мен білмеймін дедім. Оның себебін сіз білесіз. Может, тіліңізден, может, басқа нәрседен, может, келіспеушілігіңізден, білмеймін ғой, мен білмеймін деп айттым. Бірақ сіз соған сол нәрсеге ары қарай мен шыдағым келеді, отбасын сақтағым келеді десеңіз, шыдаңыз дедім. Ал егер сіз мен ондай нәрсеге шыдай алмаймын десеңіз, ол да сіздің таңдауыңыз. Ондай кезде қашыңыз деп тұрмын да. Балнұр Қосжанова кәсіби дәрігер, гинеколог, эндокринолог. Оның Instagram желісінде 500 мыңнан астам жазылушысы бар. Балнұр ханым бұл ойын гинеколог, эндокринолог әлде блогер ретінде жеткізді ме екен? Кезінде ақыл айтатын емшілер мен юристер қаптап кетіп еді. Енді қазір блогерлердің заманы болғырай. Танымал әнші Қайрат Нұртас 2 бірдей жауапкершілікке тартылып айыппұл төледі. Легендамыз концерт кезінде балағат сөз айтып, көптің ашуына тиген. Артынша желілерде концерттен үзінді видеолар тарап жатты. Қазақстандық әнші ұсақ бұзақылық жасаған үшін 20 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалады. Көпшілік ортасында боқауыз сөз айтқан әншіге 73.840 теңге айыппұл салынды. Бұл айыппұлды әнші бір апта ішінде төлейтін болса, 36.920 теңгеге шығады. Желіде Қайрекенің әрекетін тыңдармандары дұрыс емес, жазасын алсын десе, ендігі бірі халықтың ерке ұлы өзіне бәрі жарасады деп жазып жатыр. Нұртас бұл еркелігімен шектелмеген сынайлы бұзық болып бара жатыр өзі сондай.
Желіде Қайрат Нұртас пен тағы бір қазақстандық әнші Хироның видеосы жария болды. Бейне жазбадан әртістер музыканың дауысын қатты қойып, көлікте келе жатқанын көруге болады. Бұл жағдай бойынша Қайрат Нұртасқа көлікте қауіпсіздік белдігін тақпағаны үшін айыппұл салынды. Енді не істейміз? Қайрош үшін кәдімгідей жүрегімді ұстап тұрып жыламақпын. Камераны өшіріңіздер. Жас жұбайлар халал тойда жар-жар әнінің орнына Құран сүресінің сүйемелдеуімен ортаға шыққан. Көпшіліктің айтуларына қарағанда той Жаңаөзен қаласында болғанға ұқсайды. Видеодан көрінгендей той қонақтары тіпті әйелдер мен ер адамдар болып екіге бөлініп, жамағатпен бірге ақшам намазын оқыған. Дегенмен бұл той желі қолданушыларға ұнамай қалған секілді. Олар той иелерін адасқан діншілер деп атап, намазды мешітте оқу керек екенін айтып жатыр. Бұндай тойды көргенсің ба? Бірінші рет? Қандай керемет, е? Достар, қалай ойлайсыздар? Тойда жастарға дәстүрлі жар-жар әні әлде аяттар мен сүрелер қойылғаны дұрыс па? Пәкірлеріңізді осы видеоның астына жазып кетулеріңізге болады. Барлығы оқылып отырады. Бұл білген дұрыс жаңалықтардың кезекті саны болды. Әдеттегідей каналымызға жазылып, лайк басып, видеомен бөлісіп қоюларыңызды сұраймыз. Өйткені біз үшін сіздің қолдауыңыз өте маңызды.